Ол бір қарасақ қазір өте үлкен деңгей екен, жақындамыз. Ал финишке жақындаған адам жылдамдығын өзгертпейді. Менің анам кітапханашы болған адам. Біз келешегімізді білімді жастарға емес, бізде қазір бәрі бар, ұят жетіспей қалып жатады. Күндердің күнінде ол жер бетіне шығып қалады. Қайырлы күн, қымбатты оқырман. Біздің оқу ордамыздың қалам құдіреті жобасы аясындағы бүгінгі түсірілімнің кезекті қонағы ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, орталық Қазақстан газетінің тілшісі Ерқанат Несіпұлы ағамыз бізге келді. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізді көбіне келімсал ақын деп атап жатады халық арасында еркелетіп. Осы бүгінгі сұхбаттың біздің осы Бөкетовтің 100 жылдығына және Абай Құнанбайдың 180 жылдығына және Мұхтар Мағауиннің 85 жылдығына бағышталып отыр. Алғашқы сауалымыз мынандай. Аға, сіздің былай өлеңдеріңізді қарап отырсақ, көне сөздер, архаизм, сөздік қорыңыз мол екені байқалады. Оның бір себебі бар ма, әлде бұл табиғатыңыздан ба? Мағжан, көп рахмет, өте бір қызықты сұрақ екен. Негізі мені біршама зерттеп алғанға ұқсайсыз, өйткені жалпы керімсал деп мені атамағалы бір 5-6 жылдың мұғдары болып қалған шығар. Бірақ осындай бір сауатты сұрағыңызға терең разы білдіремін. Енді архаизм немесе қазақтың шұрайлы тіл иірімдеріне келетін болсақ, одан сіз де кенде емессіз. Екеуміздің де бір ұқсастығымыз бар, екеуміз де кітапқа көп жүгінеміз. Сосын бір қызықтысы, менің анам кітапханашы болған адам. Біз бала кезімізден қой бағып жүріп, ой бағып, сол кітапханада кәдімгідей шет елдің әдебиетін көп оқып қалдық. Сосын қазақтың классикалық әдебиеті, прозашыларымыз Төлен Әбдік, Мұзафар Әлімбаев, сол кісілермен хат алмасатын деңгейге жетіп, оқушы кезімізде сол Мұзафар Әлімбаевтармен хат алмасып жататынбыз. Ол бір қарасақ қазір өте үлкен деңгей екен. Біздің осындай бір тұлға болып қалыптасуымызға сол анамыздың көп септігі тиген шығар деп ойлаймыз. Рахмет. Естуімше, сіз бір басыңызда бірнеше өнеріңіз бар. Жігітке жеті өнерде аз дейді ғой. Шығармашылықпен қатар қазір заманауи техниканы да тілін жақсы білесіз. Қалай осылай жан-жақты болуға болады? Енді ол былай екен. Өзі кез келген нәрсенің соңына бір індет түскен кезде, сол өзінің сырын аша бастайды. Біз шыны керек кітаптан бастадық та, одан кейін домбыра деген қазақтың дәстүрлі өнеріне мән бердік. Одан кейін заманның көшінен қалмау керек екен деп аудиовизуалды бағдарламалар бар, соны ептеп меңгере бастадық. Бірақ өте қиын болды басында. Мысалы Adobe компаниясының өнімдерін меңгеру деген ол біздің бір 3-4 жылымызды кәдімгідей сарп етті. Негізінде санасы бар, саналы азамат заманның көшінен ешқашан қалуға міндетті емес, әсіресе сіз бен біз сияқты тұлғаларға, жастарға әсіресе. Мен өзімді әлі бардам тартқан, егде тартқан азаматпын деп есептемеймін. Елдің ағасы ретінде есептегенмен өзімді әлі бір бардам тарттым деп ойламаймын. Сондықтан біз әлі де ізденеміз. Өйткені біз сіздерге қарағанда финишке жақындамыз. Ал финишке жақындаған адам жылдамдығын өзгертпейді. Рахмет. Енді бүгін осы қаламгерлік жолыңызда алдыңыздағы ағаларыңыз бар, артыңыздағы інілеріңіз бар. Осы қалам ұстаған біздей қаламгер бауырларыңызға қандай бір ақыл кеңес айтар едіңіз? Мен соңымнан үлкен бір жақсы толқынды көріп келе жатам. Нұрасыл бар, Мағжан Құдайберген бар, өзіңіз. Сосын Ералы Ғани деген бауырымыз бар. Азаматтардың төбе көрсететін, топтың ішіндегі төбеліндей болып келе жатқан өздеріңізді көріп келе жатамыз. Үлкен үміт артамыз. Біздің көрген қиыншылықтарымызды сіздер көрмесе екен, бірақ осындай бір кішкене мүмкіндігі молдау, заманы жеңілдеу шақта, ғасырда сіздердің кәдімгідей сол бұлаң құйрық заманға алданбай, өздеріңіздің діттеген мақсат міндеттеріңізді толығымен ақтап шықсаңыздар екен деген ұсыныс тастағым келеді. Сіздердің қарым қабілеттеріңізге біз шаңның тозаңдай шүбә келтірмейміз. Бірақ біз сіздерді осындай жолда кез келген жағдайда, қандай жағдай болмасын, адамшылықтан аттамайтын. Бізде қазір бәрі бар, ұят жетіспей қалып жатады. Келешегімізді білімді жастарға емес, біз келешегімізді батыр жастарға емес, біз келешегімізді ақын жастарға емес, біз келешегімізді шешен жастарға емес, біз келешегімізді әдепті жандарға тапсырғымыз келеді. Мүмкіндік болып жатса, әдепті болсаңыздар екен, үлкен сыйлап тұрсаңыздар екен, кішіге қамқор болып тұрсаңыздар екен. Осы дүниенің барлығы, кішкентай дүниенің нәрсені орындап қойсаңыздар, қалған дүниелердің барлығы өздігімен орындалыла беретін сияқты көрінеді бізге. Сондықтан мүмкіндік болып жатса, әдептен аттамасаңыздар екен деген ой ғана айтқым келеді. Атаға көп рахмет. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін, еңбегіңіз еселене берсін. Тек қана амандық саулық тілеймін. Сізге де көп рахмет.